Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Машықкер Кәскенова Мадина Дәуренқызы Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адамдардың ежелгі баспанасы, ежелгі баспана түрін жасаймыз. Оқу мақсаттары. Сабақ мақсаттары. Жақсы, ендеше балалар, сабағымызды мына өлең жолдарынан бастайық. Жабырқауды білмейміз, жалқаулықты сүймейміз. Біз талантты жас ұлан, үлгі аламыз жақсыдан. Тамаша балалар, өте жақсы. Енді үй тапсырмасын тексерейік. Қол соғу ойыны арқылы. Бұл ойынның ойын шарты. Үй жұмысын тексеру кезінде қазір мен сұрақ қоямын. Сендер сұрақ қойылған жауап бар болатын болса, онда алақандармен қол соғасыңдар. Түсінікті ме? Жақсы, ендеше бастайық. Сонымен балалар, біз өткенде қандай тақырыппен таныс болдық? Жақсы, өткен тақырыптан не түсіндіңдер? Жақсы, айта қойыңдар. Тамаша, уақытты қалай анықтайтынымызды айтып беріңдер. Қандай сағат түрлерін білесің? Күнтізбедегі уақыт қалай есептеледі? Жыл мезгілдерін қандай белгілеріне қарап анықтауға болады? Қандай таныс емес сөздермен таныс болдыңдар? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді балалар, сабағымыздың тақырыбын білу үшін бүгінгі алдымен мына суреттерге назарымызды аударайық. Бұл суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бұл суреттерде біз баспаналарды көріп тұрмыз. Ал балалар, бұл баспаналар жаңа ма, әлде ескі ма? Өте жақсы, бұл ескі баспаналар, яғни ежелгі баспаналардың бір түрлері. Ендеше балалар, бүгінгі сабақта біз ежелгі баспаналар туралы өтетін боламыз. Ал сабағымыздың тақырыбы балалар, ежелгі баспана түрін жасаймыз, адамдардың ежелгі баспанасы. Ендеше балалар, оқуымызды ашамыз. Қазір балалар, ертедегі адамдар үңгірлерді паналаған болатын, кейінірек өздеріне баспана тұрғыза бастады. Олар баспанасын әдемілігіне аса көңіл бөлмеген. Ең бастысы, ол адамды сыртқы жаулар мен табиғат апаттарынан қорғауы керек еді. Баспаналары ұқсас болғандықтан бір-бірінен ерекшеленбеген. Олар бұтақтардан, қамыстан, аң терісі мен сүйектерден, саз кірпіштен тұрғызылды. Енді мына суретке назарымызды аударайықшы. Балалар, бұл не? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл вигвам. Ол үнділердің сабаннан жасалған үйі. Ал одан кейін саз кірпіштерден тұрғызыла бастады. Ал мынау не? Я, жарайсыңдар балалар. Бұл біздің киіз үйіміз, қазақ халқының баспанасы. Балалар, қазақ халқының дәстүрлі баспанасы киіз үй қазіргі күнге дейін қолданысқа ие ме? Тамаша, дұрыс айтасыңдар, киіз үй қазіргі күнге дейін қолданысқа ие. Олар әлі сый құрметін жоғалтқан жоқ. Балалар, киіз үйдің құрылысы қарапайым. Ол кереге, уық, шаңырақтан тұрады. Олар
қайын таудан жасалады. Алдымен ағаштарды өңдеуден өткізеді. Киіз үйді тіккен соң, оның керегесін тоқылған шимен ұсталады. Киіз үйдің сыртына киіз жабылады. Киіз үй қазақ халқына көшіп қонуына ыңғайлы болған еді. Және де киіз үйдің есігін кім біледі қай жаққа қаратып қоятын еді? Балалар, киіз үйдің есігін шығысқа қаратып құратын еді. Неге десеңіздер, себебі киіз үйдің алғашқы қонағы күн болуы тиіс деген. Жақсы, балалар. Қанекей, енді біз бір сергітіп алайық бойымызды. Қане, бәріміз орнымыздан тұрамыз. Тамаша. Оңға түзу тұр, солға түзу тұр. Артқа қарай бір адым, алдыға қарай бір адым. Жоғары төмен қарайық, орнымызды табайық. Жарайсыңдар, балалар, орнымызға отырамыз. Енді, балалар, қауіпсіздік ережесін есімізге түсірейік. Қайшыны арнаулы қобдишада сақтау керек. Қайшыны жолдасына үшкір ұшымен берме. Қайшыны ашық қалдыруға болмайды. Жолдасың қайшымен жұмыс істеп жатқан кезде көңілін бөлуге болмайды. Қайшының ұшын жоғары көтерме. Қайшылар өткір болу керек және жабық сақталғаны жөн. Енді, балалар, біз қазір топпен жұмыс жасайтын боламыз. Біздің жұмысымыздың аты ежелгі баспана түрін жасаймыз деп аталады. Қазір, балалар, бізге бірдей 5 таяқша алу керек. Яғни ұзындығы бірдей. Оның өлшемі 20 сантиметрдей болуы керек. Және де осы ұзын 5 таяқшамыздың басын біріктіру үшін ермексаз немесе резинка қажет болады. Жақсы, істесек. Одан кейін, балалар, мата бізде дайын ғой. Оның көлемі 25-ге 25 сантиметрдей мата қиындысы қажет. Оны мына суреттегідей бүктеп қиямыз. Тамаша, балалар, біздің қолымыздан келді. Ендеше орындап болсақ, шығармашылық жұмысты жақсартуға кім өзінің идеясын ұсынады? Тамаша, ендеше матаның етегіне әдемілеп өзімізге ұнайтындай әшекейлік және ою-өрнек салуға болады. Егер балалар әшекейлеп ою-өрнек салып болсаңдар, онда үстіндегі ұзын таяқшаларды қоршап орайық. Жарайсыңдар, балалар, бәрінде өте әдемі шықты. Енді, балалар, біз бүгінгі сабақта не істедік? Біздің қолымыздан ежелгі үнділердің үйін жасауға қолымыздан келген еді. Тамаша. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Балалар, бүгінгі сабақта біз қандай тақырыппен таныс болдық? Ежелгі баспана түрлерін ата. Қазақ халқының ежелден келе жатқан баспанасы жайлы айт. Бүгінгі сабақта баспананың қандай түрін жасадық? Тамаша, балалар, өте жақсы. Енді сабағымызда рефлексияны орындайық. Бізде қазір пирамида беріледі. Сол пирамидада кім қандай жақта болса, сол жаққа өзінің суретін жабыстыратын болады. Тамаша, енді білім сандығы. Қазір мен сендерге түрлі түсті қағаз беремін. Көк түсінде сабақты жақсы түсінген болсаңдар, оны көк сандыққа салатын боласыңдар. Дәл солай ары қарай алып кетеміз. Жақсы. Барлықтарын сабақты өте жақсы түсініп, қызықты болған екен. Тамаша. Ендеше үй жұмысын жазып алайық.
Балалар, сендерге үйге қазақ халқының киіз үйінің суретін салып келуге беріледі, және де киіз үй жайлы қосымша мәлімет жинап әкелесіңдер. Тамаша. Енді балалар, бұл біздің баға қою критерийлеріміз. Қараймыз, кім бүгінгі сабақта өткен, яғни үй тапсырмасын сұраған едім ғой. Сол кім 7 сұраққа жауап берді, сол 7 балл алды. Ал кім бүгінгі біздің топтық жұмысымызда шығармашылық жұмысты орындаған болса, онда ол 3 балл алды. Яғни, ежелгі үнділердің үйін жасаған бала 2 балл алады. Ал шығармашылық жұмысты жақсартуға идеясын ұсынған бала 1 алады. Сонымен бізде бүгінгі сабақта 10 балл жинаған бала бар ма? Тамаша, балалар, өте жақсы. Қандай ақылды оқушы едіңдер. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңдар.